2019 жылдың желтоқсан айында Қытай Халық Республикасының Хубей провинциясында басталды. Ал 2020 жылдың 30 қаңтарында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы пандемияның өршуіне байланысты жаһандық төтенше жағдай жариялады. COVID-19 бұл өкпе тінін зақымдайтын жұқпалы вирустық ауру болып табылады. SARS-CoV-2 вирусы бета-коронавирустар тобына жатады. Коронавирустың денесінде ерекше тікенек тәрізді өсінді S ақуызы бар. Ол ақуыз 3 дәмнен тұратын тримерлік гликопротеин болып табылады. Ондағы эктодомен 2 суббірліктен, ал ондағы S суббірлік N-терминальды домен және S-терминальды доменнен тұрады. Ондағы S-терминальды домен ағза тіндерінде орналасқан APF2 рецепторын танып, онымен байланысады. Осылайша вирус ағзаға енген жерінде қабынуды туғызады. SARS-CoV-2 вирусына кейбір адамдардың иммундық реакциясы гиперактивті түрде болады. Соның салдарынан қабыну реакциясы агрессивті түрде жүріп, қабынуалдық цитокиндердің көп мөлшерде бөлінуіне алып келеді. Бұл цитокиндік дауыл деп аталады. Цитокиндер қабыну процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Цитокиндерді бірнеше иммундық жасушалар бөліп шығарады. Жалпы цитокиндік дауыл дегеніміз бұл интерлейкин 1, интерлейкин 6, ТНФ-альфа және интерферондармен қоса басқа да цитокиндердің айналымды деңгейінің күрт артып кетуі болып табылады. Ал бұлайша цитокиндердің күрт артып кетуі қан айналымынан инфекция ошағына қарай ағза тініне түрлі деструктивті әсер ететін макрофагтар, Т-лимфоциттер, нейтрофилдер секілді жасушалардың жиналуына алып келеді. Ал бұл жасушалар болатын болса, капиллярлардың зақымдалуына, альвеолалардың зақымдалуына, диффуздық зақымдалу және тамыр тосқауылын зақымдайды. Ал бұлар өз кезегінде көп мүшелік жетіспеушілікке, ал сайып келгенде өлімге дейін алып келеді. Сол себепті COVID-19 пациенттеріне вирусқа қарсы терапиядан бөлек цитокиндерді басатын қабынуға қарсы терапия жүргізу ұсынылған. Алайда соңғы деректерге сүйенетін болсақ, қабыну молекулаларын бейтараптандыратын препараттар COVID-19 пациенттерінің өлімін төмендетпегені белгілі болды. Теннессидегі Окридж ұлттық зертханасының командасы COVID-19-ың гендерді қалай өзгертетінін және түрлі жүйелерге әсерін анықтау үшін 1300 COVID-19 пациенттерінің шамамен 17.000 генетикалық үлгісін әлемдегі екіншілік компьютерлік деректерге енгізе бастады. Бір аптаға жуық деректерді өңдеуден кейін суперкомпьютер таңқаларлық нәрсе тапты. Олар брадикининдер. COVID-19 кезінде кинин каскад жүйесі ерекше белсенді болады. Ал кинин каскад жүйесінің құрамына брадикинин және дезарк-9 брадикинин белоктары кіреді. Қалыпты жағдайда ренин-ангиотензин жүйесі өзінің APF және APF2 ферменттері арқылы кинин каскад жүйесінің белоктарының өз рецепторларымен байланыспауын қамтамасыз етіп отырады. Алайда SARS-CoV-2 вирусы кезінде ол APF2 ферментімен байланысып, APF2 ферментінің қызметін бұзады. Соның салдарынан ол өз қызметін атқара алмайды. Яғни дезарк-9 брадикинин осы кезде өзінің V1R рецепторымен байланысып, ол қан тамырларының қабырғаларын қабынуын туғызады және оның өткізгіштігін арттырады. Ал осы қабынудың салдарынан макрофагтар да көбейіп, цитокинді өте көп мөлшерде бөледі. Ал цитокиндер болатын болса, V1R рецепторын индуцирледі. Осының салдарынан брадикинин, дезарк-9 брадикининмен байланысады және бұл да қан тамырларының қабынуын туғызып және өткізгіштігін арттырады. Осылайша COVID-19 кезінде қан тамырларының өткізгіштігінің артуы брадикинин салдарынан жүзеге асады. Брадикининдік дауыл арқылы цитокиндік дауыл түсіндіре алмайтын бірнеше симптомдарды түсіндіруге болады. Мысалға, брадикинин бұл қан тамырларының өткізгіштігін арттырады және қан ойын өзгертеді. Соның салдарынан COVID-19 науқастарында пайда болатын саусақтардың ісінуін түсіндіре аламыз. Және де суперкомпьютерде модельдеу брадикинин гиалурон қышқылының өндірісін көбейте алатындығын көрсетті. Ал ол көп мөлшерде суды сіңіріп, оны гельге айналдыруы мүмкін. Осыған байланысты механикалық желдету COVID-19 пациенттерінде жеңілдік әкелмейді. Және де брадикинин COVID-19 пациенттерінде кездесетін қалқанша безінің проблемаларын тудыруы мүмкін. Брадикинин миды қорғайтын қан-ми тосқауылын бұзуы мүмкін. Бұл неврологиялық белгілерді түсіндіреді. Егер де брадикининнің осы рөлдері тағы да зерттеліп анықталатын болса, онда COVID-19 ауруын жеңе аламыз.